Құрметті менің тыңдармандарым, шырмалған тағдыр 29-30 бөлімдері. Қазым Мәжижені Ахметтің үйінде көріп ашуы келді. Бірақ Мәжиже ештеңе болмаған еді. Берген ханымға бірдеңе болды ма деді. Ештеңе болған жоқ. Болмайды деген үміттемін деді Қазым. Ал Мәжиже қасына барып бірдеңе айтқысы келді, бірақ Қазым тыңдағысы келмеді. Мәжиже үйге қайтты. Қандан мен анасы көріп шошып кетті. Ал Жиһангер болса Қазымның мазасын алып, Қазымның ашуын келтірді. Бірақ ол олай қатты ашуланады деп ойламады. Өзі шошып кетті Жиһангер. Ақырында ағасынан кешірім сұрады. Шермен ханым Қандан мен Мәжиженің Қазым туралы айтып жатқан әңгімелерін естіп қалды. Ахмет анасының үйіне келіп не болғанын түсінбеді. Сол кезде Қазым: анашым, Тунш менен көмек сұрап келді. Мен оны шетелге асырып, яғни шетелге қашып кетуіне көмек бердім деді. Ясмин де оны естіп түсінбеді. Бірақ Жиһангер Қазымның айтып жатқаны өтірік екенін білді. Сонда менің әкем қашып кетті ме, сонда мен әкесіз болам ба деп Ясмин ашуланды. Су Мәртке: қылмыскерден құтылдық, жеңілдеп қалдым ғой деді. Бірақ Мәрт: мен бұл жайды осылай қалдырмайым. Мен қалайда Тунштың шәрмандасын шығарам деді. Таңертең фермасында да Мәрт Тунш туралы жаңалықтарға шықпаған айтты. Бірақ мен қалайда оны жаңалықтарға шығаруым керек деді. Бірақ Су: сонда сен мені ойламайсың ба? Ол жаңалықтарға шықса мен де шығам ғой деді. Қазымның үй қызметшісі: Қазым мырза, гүлдерді жаңа ғана кестім. Нермен ханымға сыйға берерсіз деді. Әлиге Нермен хабарласып: сен Мәжижені қашан қуасың? Мен саған бір бума ақша бердім ғой деді. Тез қу, болмаса ақшамды қайтар деді. Ол ақша енді жоқ деді. Бірақ Қазым мырзаға мен ақылдасып көрейін, ол ақшаны қайтару үшін деді. Сол кезде Нерменнің ашуланып жатқан кезде Қазым үйге кіріп қалды. Нермен: не болып жатыр? Неге ашуландың деді. Жай шаштарасы уақытын ауыстырыпты. Соған қатты ашуым келді деді. Мәжиде Сараға барды. Ал Сара болса: Мәжиже, саған не болды? Ойың басқа жақта ғой. Қазір науқас келеді деді. Сен ойыңды жинақта, не болып жатыр деді. Кеше Ахметтің үйінде Қазым мені көрді. Сол үйде екеуміз оңаша қалғанға бірдеңе болды деп ойлады деді. Сол кезде Сара: енді барлық мән-жайды Қазымға хабарлап түсіндіріп айт деді. Ахмет Нерменге келді. Кешегі дәріңді түсінсем бұйырмасын, Мәжиже ұйықтап қалды. Бірақ сенің организмің басқа, оның организмі басқа. Ол ұйықтады, асқазан ауырды, бірақ оянып кетті деді. Қазым психологқа келіп: кеше мен Мәжижені Ахметтің үйінде көрдім. Бірақ мен өз-өзімді түсінбей әлекпін. Мен бірақ оған ғашық емеспін деді. Сізге ағынан жарылып ішімдегін айтайын деді. Сіз күртешеңізді шешпейтін едіңіз, бүгін шештіңіз ғой деді психолог. Ахмет Сераға: кеше осы үйде Мәжиже екеуміз бірге болдық. Осы төсекте ме деді. Иә, осы төсекте деді. Сол кезде Сера дәретханаға барып: Сера, сен бұдан не күтіп жүрсің деп өз-өзіне ашуланды. Сол кезде Жан мен Ясмин Сераның Ахметтің үйіне шығып келе жатқанын көріп, Жан қатты ашуланды. Бірақ оны Ясмин басты. Мәжиже әлі де ойланып отыр. Ал Сара болса оған бір гүл беріп: сен осы гүлге энергияңды бер және осы гүлді тірілт, сонда сенің бар уайым қайғың шешіледі деді. Су Қазымға келді. Қазым: сені Ахмет жіберді ме? Не болып жатыр деді. Жаңалықтардың бәрін Мәрт шықпағанын көріп, оны жаңалықтарға қалайда шығаруға әрекет етпекші, маған көмектесші деді. Қандан Мәжидеге: Қандан саған бірдеңе айтам, бірақ маған ашуланбашы деді. Я, айта бер, не жайлы деді. Кешегі екеуміздің Қазым туралы әңгімемізді анаң естіп қойыпты. Және де ол Қазым мен Мәжиженің арасында не бар деп жалпылама сұрады. Тура мағынада сұрай алмады деді. Мәртке Тольга, яғни тілші келіп,
барлық жаңалық кешегі туыныш туралы жаңалықтарды телевидениеға шыққанын айтты. Оны естіген Мәрт қатты қуанды. Ахмет Қазымға келіп, Қазым мырза, біз үлгере алмадық, кешіріңіз деді. Қазым болса Нерминге хабарласып, Нермин, анама жаңалықтарды көрсетпе деп айтып үлгергенше, үй қызметкері Берен ханым туыныш туралы жаңалықтарды көрді де қатты ауырып қалды. Есінен танып қалды. Есін жиғанда Ясмин жылап отыр. Сонда енді мен қылмыскердің қызым ба деді. Қызым келші деді. Жоқ апа, мен сен қасыңа бармайым деді. Кел деді. Сол кезде Қазым келді. Туыныштың алдында мен бас имеймін, ешкім де басын имейді деді. Мәжиде анасына, анашым, екеуміз бір шыны кофе ішіп алсақ қайтеді деді. Жоқ, мен ішкім келмейді, өзің іше бер деді. Сол кезде Кокоға, кеше мен есімнен танып қалдым. Ахмет үйден кешкі асқа барған едік деді. Бірдеңе берген болуы мүмкін деді. Сол кезде Ахмет келіп қалды. Қайырлы күн деді. Ал Мәжиде Ахметке, сен мұнда не іздеп жүрсің деді. Сол кезде Ахметке Қазым хабарласып, анам ауырып қалды, дереу үйге келетін бол деді. Мәжидеге, Мәжиде, жүр бірге барайықшы деді. Қазым анасын уайымдап әбігерге түсті. Мәжиде келіп анасын емдеді. Сол кезде сіздерге бар шындықты айтады деп үй ішіндегілерін шақырды. Яғни Мәжиде Берен ханымға шындықты айтуды көндірді. Барлық балаларына мен науқаспын, бірақ мен емделуге тырысам. Сендер уайымдамаңдар, мен бұл дертті жеңіп шығам деді. Оны Ахмет те Нермин де естіп, бәрі таң қалды. Ал Нермин Қазымға, сен Семинді мен өлтірмеген, сен кеше білдің ғой деді. Иә, білдім. Неге онда сен маған айтпадың деді. Мен анамның жағдайын ойладым. Анам ештеңе білмес екен дедім. Ал сен оны естігенде қатты ашуланып дабыра қылар едің деді. Жоқ, сен маған неге айтпадың сонда деп қатты ашуланды. Сол кезде Мәжиде келіп, сау болыңыздар деп кетіп баратқанда, анаңызға жақсылап қараңыз деп тапсырып кетті. Берен Ясминді құшақтап, қызым уайымдама, бәрі де жақсы болады деді. Мәжиде мен Ахмет көлікте кетіп бара жатырып, Ахметтің мазасы қаша бастады. Анамнан айырылып қалудан қорқам деді Ахмет. Бірақ сендер бұл ауруы бар екенін қашан білдіңдер деді. Оны саған ағаң айту керек, мен айта алмайым деді. Айтсай қай уақыттан бері білесің деді Ахмет. Сол кезде Ахмет Мәжидені құшақтап, анам тастап кетсе де, Мәжиде, сен мені тастамашы деді. Қазым анасын әкесінің зиратына алып келді. Берен ханым бұрынғы күйеуінен кешірім сұрады. Жақында қасыңа келем деді. Коко Ахметке келіп, сен кешкі аста Мәжидеге қандай дәрі бердің деді. Қаяқтағын айтпа деп Коконы аямай соққыға жығып, Ахмет кетіп қалды. Сол кезде Мәжиде жүгіріп келіп, не болды Коко дегенде, көріскенше ештеңе болған жоқ деп кетіп қалды. Қазым Мәжидеге хабарласып, кешегі қызды тапқандарын айтты. Оны естіген Мәжиде қуанып кетті. Коко Жихангерге келіп, арам ақшаларын керек емес, мен Ахметтің ішінен қалайда арыз жазам деді. Бірақ Жихангер, арыз жазба, қанға қан, жанға жан, сен оны аямай саба. Сол кезде Коко, мен ұрмашы деп, саған Ахмет жалынатын болады деді. Жарайды деп Коко кетіп қалды. Мәжиде кішкене қызды көріп қатты қуанды. Сіздерге рахмет деді кішкене қыз. Сен оны Қазымға айт деді. Мәжиде Қазымды оңаша шақырып алып, қызың жағдайы қалай деді. Қызың жағдайы жақсы, бірақ қарны ашып қалған деді. Ертең ата-анасы келеді деді. Мәжиде мешіттің қасына келіп, қайда барғың келеді деді. Саябаққа деді. Оны саябаққа апарды. Сол кезде Мәжиде Қазымға барлық шындықты айтты. Оны естіген Қазымның көңіл күйі көтерілді. Қандан Ведатқа келді. Ведат, кеше маған Қазым келіп, екеуміз біраз әңгіме айттық деді. Не туралы деді. Екеуміздің махаббатымыз жайлы деді. Сонда
Мәжи де маған сондай бірдеңелер айтты. Бірақ маған қарап ұрса берді. Қазым Мәжиге оңаша қалғанда махаббат көздерімен қарап тұрды. Мәжи де кішкене қызбен тамақтанып отқан кезде Қазым қанша жесе де семірмейтін адамдарды түсінбеймін деді. Кішкентай қыздың қасына. Не бопты, жегім келсе жеймін, зиян болса да пайдалы болса да деді. Сен сияқты диета ұстамаймын деді. Коко Ахметті достарымен келіп аямай ұрды. Жиһангер болса, кешір бауырым, $5 миллион айырылғым келмейді деді. Фильмнің жалғасы бар.